Үйдесіңдер ме? Шул түк көрінбейді әутеу. Жоқ, басталған жоқ. Ардақты ардагеріміз және Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің шеруге қатысуға іріктелген топтары. Альбінді сарбаздар! Өздерінен ұлы күнімен құттықтаймын. Министр обороны поприветствовал парадные расчеты военного колледжа имени Сагадата Нурматуллина. Управление главнокомандующего сухопутными войсками. Великой Победы. Впереди парадных частей раскрывается государственный флаг Республики Казахстан и знамя Победы. Годы нашей независимости армия Казахстана прошла непростой путь становления четкий. Сформирован новый комплекс казахстанских вооруженных сил. В практике принципиально новые тактические действия подразделений. Они выполняют ключевую задачу по поддержанию готовности боя. Колонну артиллерии. Вертолеты МЧС предназначены для эвакуации пострадавших из зоны чрезвычайной ситуации. Ликвидации последствий готовности транспорта, гуманитарной помощи, поисково-спасательных работ, тушения пожаров и медицинской эвакуации. Авиация МЧС неоднократно выполняла самые ответственные Совет Победами МЧС наблюдает в 80 военных транспортных. Арнайы және терроризмге қарсы операциялар мемлекеттік шекарасын ұрыстық бүркемелеуді қамтамасыз етеді. Тікұшақ экипаждары күндіз-түні аумағы 5000 шақырым шығуға қамтылған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің С-290 39 оқу жауынгерлік ұшағы әуе күштерінің курсанттары кез келген ауа райында ұшу техникаларды машықтануға арналған әуедегі құрлықтар бойынша тасымалдауға арналған. Ол 150-180 әскери қызметшілерді 3000 әскери тасымалдау, медициналық эвакуация, әуе десанты, гуманитарлық миссиялар сияқты маңызды қызметтерді атқарады. А-400 ұшағы заманауи ең жаңа 4 моторлы турбовидті әскери жөнелтілген бөлімінің командирі ұшқыш меңгерген полковник Нұрлан Бекбосынов бастады. 25-те ұшағы екінші дәрежелі айрон командирі Айран Талапшов. Ағат көрермендеріне көзайып Су-25 ұшақтардың тобы еліміздің басты лагынан аспан астындағы Қазақстан Республикасы туының бейнесін салып шықты. Ол расында әскери ұшқыштардың жоғары кәсібилігі мен шеберлігінің жарқын